Ağlarımız nasıl oldum? Түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би демекші. Дүйсенбі басталды қайырмен. Енді балымыз не дейді екен, аптамыз қалай өтеді екен, қандай күш қуатта өтеді аптамыз. Соны бір қарап жіберейік. Аха, айқай шу. Сонда қыза-кек болған екен. Бірақ ол жақсылыққа, мейірімділікке, бір сондай бір сүйінші келатыр. Жақсы хабар келатыр. Мынандай нәрсе өткен екен енді, кімде қалай енді. Құдайға жалынамыз, жалбарынамыз, тіленеміз, сұранамыз, өтінеміз. Құдайға берді жалын дейді ғой. Өздеріңіз жалғыз санап жүрсеңіздер, бір нәрсе айтайын, жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқан. Адам ешқашан жалғыз болмайды, соны біліңіздер. Тілеулеріңіз Құдай берсін. Жақсы тілесеңіздер, жақсылыққа жетесіздер. Сондықтан сіз жалғыз емес. Егер қазір біреу қатты мұңайып, қиын сәттен өтіп, сондай басынан қиын нәрсе өтсе, жақсы жаңалығыңыз, жақсы сүйіншіңіз, несібеңіз алда. Сіз жалғыз емессіз, тек Құдайға берді жалыныңыз. Сүйінші жақсы нәрсе келе жатыр. Немен байланысты екен ол жақсы нәрсе? Енді ер азамат болса, анасы, әпкесі, болмаса жан-жары сондай адалынан болады. Егер әйел адам болса, онда өзі сондай керемет асыл, сондай керемет ардақты жан. Жұмысыңыз іске асады. Қиналып жүрсеңіз, оңалып кетесіз. Бәрі өз қолыңызда. Өз тағдырларыңызды өздеріңіз шешесіздер. Біреуге аузыңызды аңқайып, ашып қалмаңыздар. Ешкімге Құдайға фоточкадан лақтырып кетеді деген ол енді баяғы Шаншар Балжын шоудағы өтірік күлкілі әңгіме. Құдайға фоточкадан бізге бірдеме лақтырып кетпейді. Бәрін өзіміз жасаймыз. Жақсы ойлаймыз, жақсы жоспар құрамыз. Сол жақсылыққа өзіміз ұмтыламыз. Егер қорқып, үрейленіп, жаңағыда сондай қиын неде жүрсек, онда өз жолымызды міне шаршап, шалдығып, өз жолымызды өзіміз шаба береміз. Бұндай қиын сәттен, мынандай энергиялардан тек шығу үшін өз жігерімізді қолға алуымыз керек.